Мен бұрын өмірде бәрін бірден өзгерткім келетін, бір-ақ күнде жаңа өмір бастап кеткім келетін. Жоспар көп болатын, мотивация да болатын. Бірақ та соның бәрі ұзаққа бармайтын. Бір апта өтпей жатып, бәрі бұрынғы қалпына қайта түсетін. Сол кезде мен бір нәрсені түсіндім. Мәселе біздің мақсат қойғанымызда емес, мәселе жүйеде екен. Соңғы уақытта мен өмірге басқа қырынан да қарай бастадым. Үлкен өзгерістерді күтуді қойдым. Шоу, драмаға берілуді де қойдым. Оның орнына аз-аздан, бірақ та тұрақты, үздіксіз әрекет етуге тырысып жүрмін. Мысалы, мен күнделікті жоспар жаза бастадым. Бұл мінсіз идеалды жоспар емес. Жай ғана бүгінгі күнімді қалай өткіземін, не істеймін, не маңызды, соны жазып қоямын. Осының өзі-ақ күнімді жеңіл әрі пайдалы өткізуге көмектесіп жүр. Уақытты қайда жіберіп жатқанымды түсіне бастадым. Күн соңында бүгін босқа өтіп кетті деген сезім азайды. Күнделікті базовый тренировка. Ауыр жаттығулар емес, өзімді қинамаймын. Күн сайын азап қана. Бұл бірден үлкен нәтижені әкелмейді. Бірақ та физикалық күшімнің, денемнің ақырындап күшейіп жатқанын сезе бастаймын. Ең бастысы, мен тоқтап қалған жоқпын. Күнделікті кітап оқу, кейде бірнеше бет қана, ал кейде көбірек. Бірақ та ең бастысы күн сайын. Бұл әдет маған жаңа ақпараттарды береді, ойымды кеңейтеді, сөздік қорымды көбейтеді. Бүгін байқай бермейтін заттарға назар аудара бастадым. Осы үш-ақ нәрсе: жоспар, жаттығу, кітап. Өте қарапайым көрінуі мүмкін. Сырт көзге бұл ешқандай да үлкен өзгерістер емес. Бірақ та іште үлкен процесс жүріп жатыр. Мен қазір мінсіз емеспін. Болашақта да мінсіз болмаймын. Кейде ерінемін, кейде шаршаймын. Бірақ та менің бір айырмашылығым бар. Мен тоқтаған жоқпын. Аз-аздан деген әлсіздік емес, ал үздіксіз деген нағыз күш. Мотивация әрдайым бола бермейді, ал тәртіп бұл нәтиже әкеледі. Бұл каналда сол үшін, үлкен шоу жасау үшін емес, бірден жетістікті көрсету үшін емес, шынайы жолды көрсету үшін. Егер де сен өміріңде бір күнде емес, бірақ та бір қадамнан аз-аздан үздіксіз өзгерткің келсе, біз бір жолдамыз деген сөз.